ғаламдық мәдениеттің бір бөлігін кітап құрайды. Кітап оқу білімге ұмтылысты, дүниетанымды кеңейтуді, адамның өзін тануын білдіреді. Кітап ой сананы дамытушы күш. Кітап адам баласынан туған байлықты сақтап, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізеді. Ежелден ақ біздің ата-бабаларымыз кітапты аса қатты құрметтеген. Міне, біздің саналы ұрпақ болып, мәдени жаһандануымыздың өзіне де осы кітап. Күнделікті өмірде кітап оқитын кісі мен оқымайтын кісінің айырмашылығын тез байқауға болады. Кітап оқитын адам ақыл, парасат, таным, білім, елмен қарым-қатынас, тіл байлығы, сыпайылығы мен мәдениеттілігі секілді ізгі қасиеттермен ерекшеленіп тұрады. 10-12 ғасырларда ислам әлемінде ғылым білімнің шарықтап дамуымен қатар, кітап шығару ісі өркендеп, кітапханалар саны көбейді. Әл-Мәмун дәуірінде Бағдатта Бәйтул Хикма, даналық үйі атты алғашқы кітапхана әрі обсерваториялар салына бастады. Отбасы жарық дүниеге көзіңді ашқан сәттен бастап, айналып толғанып, қорғап қоршап бауырына басатын теңдессіз ыстық ұя. Апа, не оқып жатырсыз? Әдеби кітап оқып отырмын. Мен бүгін Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» деген кітап алып келдім. Сіз бұл кітапты білесіз бе? Әрине білемін, мен ол кітапты оқығанмын. Менің сүйікті кітабым ол, мына сүйікті жазушым. Мен бұл кітапты оқыған сайын өзімнің балалық шағым есіме түсіп, менің де өз достарыммен қыдырғаным барлығы есіме түсіп, осы кітапты алғанда өзімді жас сезініп кетемін. Осы кітапты оқыған сайын оқығым келе береді. Маған да бұл кітапты оқуға кеңес бересіз бе? Әрине, бұл кітапты оқыған адам ол уже барлық неге білімді болып шығады. Бұл кітапты жақсы оқып шығу керек, басынан аяғына дейін. Рахмет, апа. Мен Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» атты шығармасын оқып жатырмын. Бұл шығарманы сендерге де оқуға кеңес беремін. Жалпы Бердібек Соқпақбаевтың балаларға арналған көптеген әңгімелері, повестері бар. Оларды оқыған сендерге келешекке көп көмегін тигізеді және өздеріне де қызық болады. Тіпті ол өзінің аз шығармасында кейіпкерлерді ерекше сипаттаған әртүрлі қызықты оқиғалар, жаңа нәрселермен танысасыңдар. Бердібек Соқпақбаевтың бұл шығармасы өте қызықты. Бұны оқыған сайын мен өзімнің балалық шағымды еске түсіремін. Және де бұл кітапты сендерге де оқуға кеңес беремін. Міне, сіздерді де мен секілді әрдайым жақсы көретін кітаптарыңызды отбасыңызбен бірге бөлісіп жүріңіз.